أكبر الله أكبر. Азан мен намаз. Құдайға құл екенін күнді айғақтап, көрмеген тірі жанды бір ғайбаттап, оңаша ойға батып отырды қарт, жанында немересі жүрді ойнақтап. Маңдайдан бала терін тамшылатып, қасына келді дағы шаң шұбатып, ер құлға ескіргендей, ата деді, ғұмыры бір адамның қанша уақыт. Сұрақты күтпеген мен дәл осындай, қария жауап берді баласынбай. Ғұмыры бір адамның түсінгенге, азан менен намаздың арасындай. Алланың пендесіне көп сынағы, қарт адам ойын солай топшылады. Таң қалып немересі, адамдардың өмірі неге қысқа деп сұрады. Қорықпай ой жүгіртіп қара шәкем, жаныңа болсын сабыр, парасат ем. Қамшы ғұмыр намазсыз азан менен, азансыз намазыңның арасы екен. Санама жауабыңыз тіпті сіңбей, сөзіңді тұрмын ата, түк түсінбей. Ақсақал әңгімесін жалғастырды, жасылдың жүрегіне жүк түсірмей. Өткенде есіңде ме, тыңда балам, көрші үйде сәби туды іңгәлаған. Сәбидің құлағына азан айтып, ат қойып бермеп еді діндар адам. Соған куә қылды ма көрші бәрін, айна алдым ақылыңнан жөн сұрағың. Намазы сол азанның оқылған жоқ, намазсыз азан деген сол шырағым. Өмірге келу қызық, қайту қайғы, амалың сауабыңды айқындайды. Ал адам өлген кезде оқылатын, намаздың азан ұлым айтылмайды. Азансыз намаз деген осы қарғам, өлім хақ, тұратұғын тосып алдан, неге азан шақырмайды? Тоқта бала, ұмытпау керек мұны, есі бар жан. Бүгінге емес бақилық бақыт тойлан, қайтатұғын келеді уақыт тойдан. Ол намаздың азаның есіңде ме, адам туған кезінде оқып қойған. 5 парыз бұйрық болып жетсе Алладан, мүміндер сан сауаптан кеш қалмаған. Сондықтан құлшылық қып аз ғұмырда, сәт сайын бір Алланы еске ал балам.